Сәлем достар, сіздермен бірге Жайсан жайында бүгін сіздерге мен қорқынышты әңгіме айтатын боламын. Оның аты кешкі жұмыс. Мен аударамын, осы үшін лайк басып, подписаться етіп кетіңдер. Кім көріп отыр? Же осы жерде кім поздняя смена деген сөзді көреді, сол подписаться, лайк басып, колокольчикті басып, келесі видеомды ертең көреді. Ал видеоны бастайық. Марина өзінің үйінде отырған еді. Және өзінің күйеуін күткен. Түнгі 11 болған. Ол күйеуін үнемі түні бойы күтетін. Ол сонымен бірге ұйықтайтын. Бұл оның суреті. Өзінің күйеуі Марина екеуі. Ол телефон жазды. Бүгін тағы көп уақытмен күте тұрасың. Привет, мен сені ұзақ уақыт күттім. О, келді, деп айтты ол Марина. Сөз қуа бастады. Және өш қалды. Және ішінен күйеуі дым көңіл күйсіз келді. Үсті-басы қоңыртұғын. Көзі сұртұғын. Марина өте қатты шошып кетті. Күйеуінің түрі өзгеше болған. Нанан. Ол бірден өзінің төсегіне келіп ұйықтай салды. Маринаны құшақтамай сәлем деп де айтқан жоқ. Марина кішкене уайымдады. Ол өте қатты шаршаған шығар, деп айтты Марина. Олар светті өшірді. Түнгі 2-лер болды. Ол ұйықтап жатқан еді. Және де телефоннан сообщение келді. Марина оянып кетті. Және де сообщение көріп шошып кетті. Сообщениеде жазылып тұрды. Сәлем, жаным, мен бүгін кішкене кешірек келемін. Азанға дейін мені күт, кешіре ғой. Достар, бүгінгі видео өте қызық деп ойлаймын мен. Түнде қорқып кетпеңдер. Ағалардың, мамалардың, папалардың, әжелердің, аталарының біреуі сондай болып кетпесін. Ондай болмас үшін маған каналыма лайк басып, подписаться етіп кетіңдер. Сол кезде мен сендерге осындайды шақыртпаймын. Ал видео аяқталды. Пока достар. Лайк басып, подписаться етіп кетіңдер.